Şeytanirracим. Bismillahirrahmanirrahim. Qadırlı ағайын, ата-аналар, бүткіл осы жұртымның осындай 5 қаңтардан бастан болған уақиғаның несінен біз бәріміз өстіп жүргеніміз уже бір айдан асты. Балаларымыз өстіп қиналып жатқанына, мына ауру болып жатқанына өте мен қатты қиналып жатырмын. Екінші ұлымды шығарып еді, кеше больницаға таңертеңгісін кешке дейін қараттым. Сау жері қалмаған, бір ауыз сөзбен айтқанда. Ана яты түгі жоқ, несінен ұялам. Ақыр мен осы сіздердің алдарыңызға шыққанымен несін ұялам. Шаптарынан ұрып тұрып, ана тұқымсыз қалсын деген ұрғаннан кейін балам не кіші не үлкен дәретке отыра алмайды. Құрысынан ештеңке қалмаған. Гемоглобин 65-ке түсіп кеткен. Қараңыздаршы, менің сапсау 17 жастағы Арланым не болып жатыр? Айтыңыздаршы, ертемен ұрпақсыз қалсын деген ол сондай сөз бола ма екен? Сонда мына бүткіл Қазақстан бойынша біздің ер азаматтарымыз, ұлдарымыз сонда не істеу керек? Бала туғызбау керек па? Семья құрмау керек пе екен? Келешек болмау керек болса Қазақстан. Не оймен жасалып жатыр мен білмеймін. Мына баланың кеше денсаулығына қарап мен уже көз жасым да жоқ. Мына көз жас деген осы бір айдан асты уже құрғап баратыр да, мына ішімдегім өртеніп жатыр бірақ. Мен білмеймін. Әр қандай адам баласы бізге Алла тағала адам қылып жаратқан, бірақ жүрегімізде тырнақтай болса да иман болсын, иманымыз таусылмасын. Қалайық мына ұрып атқан, мына өстіп сорланып атқан қазағыма мен не деп айтам? Мықты болыңдар. Осы бала шағам үшін біз мықты болайық. Не болса да бәрімізге Аллахым жеңілдік берсін. Қайтем енді. Бәрі өз Алланың тарабынан болады, есебінен болады. Аллахым бәріне де жеңілдік берсін. Өзіңіз таныстырып балаңыздар. Аты жөні бар ма? Мен Құттыбаева Рахима Рахан қызы, осы Талдықорғанда туып өскен адаммын. Көп балалы анамын. Ұлыңыздың аты жөні? Ұлым Құттыбаев Арлан, Құттыбаев Улан осы жерде жатыр. Туған жылы ай. Қайсы? Үлкенім. Үлкенім 2002 Құттыбаев Улан, Арланым Құттыбаев Арлан 2004 жылғы кәмелетке толмаған балам больницада жатыр. Сол ағайындар қайтем енді. Бәріне де мен мықты болыңдар деп айтқаным, мықты болыңдар деген сөзім. Мен халықпен біргемін.